Балдыр үлкен әулетке келін боп түскелі ақшадан таршылық көрген жоқ. Күйеуі Арман жақсы жерде жұмыс істейді. Әрі үйдің кенжесі болған соң қара шаңырақта қалатыны әу баста шешіліп қойған. Балнұр үшін бәрі дайын. 2 қабатты үлкен үй, көлік те бар. Балнұрдың өзінікі болмаса да, күйеуінің көлігі екеуіне теңдей жетіп жатыр. Өзі көлік алам деп те талпынбапты. Күйеуі керек жеріне апарып әкеледі. Жас келіншек балалы болған соң да қиыншылық көрмеді. Азаматы бүкіл қажеттілігін сатып әкеліп тұрды. Өзі секілді таныс қыздар баланың жөргегіне үнемдеп отырғанда, бұл тіпті баланың жөргегі қанша тұратынын да білмейтін. Өйткені Арман әйелі мен баласын ештеңеден тарықтырмай, не ішем, не кием десе де әкеліп жүрді. Балның несі ғана бар. Атасы ертеректе қайтыс болып кеткен. Енесі Сәлима кемпір кенже ұлының Құдай қосқан қосағынан қолында барын аямайтын. Зейнетақысы түскен сайын Балнұрға үйге киетін көйлек, халат, тіпті аяғына тәпішкесіне дейін сатып алып беретін. Балнұрдың қаншайымдай шалқып өмір сүріп жатқанына біреу қызға қараса, екіншісі қызғана қарайтын. Солардың бірі Балнұрдың бала кезден бірге өскен жақын құрбысы Жансезім еді. Жансезім тұрмысқа шықпаған бойдақ қыз. Өзі тыраштанып қанша жұмыс істесе де, қу ақша басына тартса аяғына тартса басына жетпей, айлықтан айлыққа әрең жетіп жүрді. Жансезімнің кез келген адамның іші бауырына еніп кететін ерекше қабілеті бар еді. Қалаға 9-шы сыныптан кейін кетіп, тас қаланың қатыгез өміріне әбден үйреніп алған Жансезім қулық-сұмдықтың бәрін меңгерді. Тіпті алаяқтық жасап бірнеше рет автобустағы адамдардың әмиянын ұрлап үйреніп алды. Балнұр болса қалаға 11-ші сыныпты тамамдап бірақ келген. 1-ші курстан кейін Арманды жолықтырып тұрмысқа шығып кетті. Қаланың шынайы өмірін көріп үлгерген жоқ. Студенттік өмірдің дәмін бір кісіде татата алмады. Бірақ еш өкінбейді. Арман секілді азаматқа тап болып, бір қолына дәріс дәптерін, бір қолына сәбиін ұстап оқуын жалғастырып жатыр. Жансезім Балнұрдың бұл өмірін есіне алған сайын тынысы тарылып, сол қыздың қай жеріне қызықты екен, мен оған қарағанда әлде қайта әдемімін, әттең Арманға мен жолыққанымда ғой, ендігі шалқып тасып отыратын едім. Бүйтіп жалдамалы пәтерде қаңғып жүрмес едім. Балнұрдың күйеуі, үйі, баласы, оқуы бар, ал менің ештеңем жоқ деп іштей күндейді. Алайда Балнұрға ештеңе білдірткен емес. Арман 2 апталық іссапарға басқа қалаға кететін болды дегенді естігенде Жансезім ерекше қуанды. Өйткені Балнұрмен жиірек кездесіп, ойындағы жұмысқа жоспарын жүзеге асырмақ. Құрбысының кел сөйлесейік сағындым деген сөзін жерге тастай алмаған Балнұр баласын енесіне табыстап, өзі Жансезіммен кездесуге келді. Жаным сол, құлпырып кетіпсің, деді Жансезім. Балнұрды көре сала бас салып құшақтап. Рахмет құрбым, сен де сондай сұлусың, деді Балнұр. Бұл жылы сөздер Балнұрдың жүрегінен шығып жатқан еді. Ал Жансезім әрбір сөзін ішкі есеппен айтып отырды. Кездесу ортасына таяғанда Жансезім жылай бастады. Қатты қиналып кеттім құрбым. Ақшадан қатты тарығамын. Жұмысымнан шығып қалдым. Енді қайда барарымды білмеймін. Ауылға баратын болсам, өгей шешем сидырмайтынын жақсы білесің ғой. Неткен бейшара бейбақ адам едім. Мен сорлы өмір бойы осылай қиналып өтер ме екем? Әттең, анам тірі болғанда бұлай жүрмес едім деп еңкілдей жылады. Жансезім. Балнұрдың жүрегі езіліп кете жаздады. Қой, олай деме, бәрі жақсы болады, осыдан көресің деп жұбатуға тырысты құрбысын. Ол әлбетте Жансезімнің сценарий бойынша жылап отырғанын сезген жоқ. Жансезім одан әрі мұңын шаға бастады. Қолымда 1 миллион теңгем болса, өз кәсібімді бастап кетер едім. Менің қолымнан шаш сәндеу келетін жақсы, білесің ғой, есіңде ме? Бала кезімізде екеуміз қуыршақтардың шашын өріп ойнайтынбыз.
Сол кезден бастап адамдардың шашын қиып, сәндегенді қатты ұнатамын. Бірақ менің өнерім кімге керек? Мен кімге керекпін деп жыламсырады жан сезім. Бала кезіндегі тәтті естеліктері есіне түскен Балнұрдың жүрегі жылап сала берді. Құрбым, айтшы, қалай көмектесе аламын, деді сосын. Сен қалай көмектесуші едің, жаным? Үйде баламен отырсың, өзің студентсің, сенде ақша жоқ қой. Бірақ сенен өзге кімім бар менің? Басқа жақыным да, сырласым да жоқ. Я, дұрыс айтасың, деді Балнұр. Бұл кезде ол жан сезімнің торына түсейін деп тұрғанын аңғарған жоқ. Шынымен ойлап қарасам, сенен басқа ешкімім де жоқ екен. Әкемнің бар деген аты болмаса, жүрісі анау. Өгей шешемнің айтқанынан шықпайды. Бір тиында көмегі жоқ, мені не өмір сүріп жатыр демейді. Бір күн аш, бір күн тоқ, жүрсін мынау, деді. Көзінен жасы сорғалаған жан сезім. Балнұр құрбысын қатты аяп кетті. Айтпақшы, кредит алайын деп банкке барғам. Жалақым төмен болған соң кредит бермеді. Сол баяғы шаштараз ашшам деген құр қиялым ғой. 1 миллион теңгем болса, шаштараз ашпақ түгілі мынау жерді төңкеріп жіберер дедім-ау. Өйткені бұл кәсіптің қыр-сырын жақсы біліп қалдым. Шаштараз ашсам, сол миллионды бірнеше күнде-ақ тауып, кредитімді жауып тастар едім. Жұмыстан шығарып жіберген бастығыма көрсетер едім, деп күрсінді жан сезім. Балнұр құрбысының ертегісін аузы ашылып тыңдап отырып қалды. Көз алдына шаштараз ашып табысқа кенелген жан сезім келді. Міне, мынау маған қиын кезде көмектескен жан құрбым, деп Балнұрды таныстырып жатыр. Балнұр болса кеудесін мақтаныш кернеп, мерейі тасып тұр. Білесің бе, жан сезім, саған көмектескім келеді, бірақ қалай көмектесетінімді білмеймін, деді қиялға берілген Балнұр. Ендеше кредитке сөйлесіп көрсең қайтеді, деді жан сезім. Білмеймін тіпті, арманмен ақылдасу керек, өмірімде кредит дегенге ұрынып көрмеппін, деді Балнұр ойланып. Арманға неге айтасың? 1 миллион алып берсең болды, 1-2 аптада жауып тастаймын. Алып берді деген атың болмаса, қалғаны менің мойнымда ғой, құрбым. Бұл жақсылығыңды өлгенше ұмытпас едім, деді жан сезім. Балнұрды осы күйінде үйіне қайтаруға болмайды. Дәл қазір банкке апарып сөйлестіру керек. Әйтпесе, бүкіл жоспарына күлі көкке ұшады. Үйіне барып, күйеуіне не енесіне айтып қойса, олар бұған жол бермесі анық. Жан құрбым, әппақ ниетіңе айналайын. Бұл жақсылығыңды көрге кіргенше бәріне айтып өтемін. Бала кезден бері келе жатқан арманымды орындайын деп тұрсың. Шешем жоқ деп тағдырға налушы едім. Шешем көкте саған риза боп, желеп-жебеп тұрған шығар. Саған басымды иемін. Банк осы жерде төменгі қабатта, деп жанарынан көз жасы парлап Балнұрды құшақтады. Жылы-жылы сөйлесе жылан іннен шығады. Өзінің қайда бара жатқанын, не істегелі тұрғанын толық аңғармаған Балнұр айналдырған бірер сағаттың ішінде банктен кредит алып, бір тиынына де тиіспестен толықтай жан сезімнің қолына табыстады. Болды құрбым, енді бұл ақшаны толық өзім қайтарып беремін, деді жүзі балбыл жанған жан сезім. Балнұр үйге қуанып келді. Құрбысына қиын кезде қолдау білдіре алғаны үшін бақытты еді. Бірақ ол өзі танитын жан сезімнің бұл күнде жоқ екенін, орнына талай адамды алдап соққан алаяқ жан сезімнің пайда болғанын білген жоқ. Жан сезім жұмыстан ұрлық жасағаны үшін шығып қалған болатын. Бәрі түскі үзіліске кеткенде әріптесіне келіп отырған клиенттің ұялы телефонын ұрламақ болған. Үлкен дау туып, соңында жан сезімнің ұрлық жасағаны әшкере болды. Жұмыссыз қалған жан сезім қармағын аңқау құрбысы Балнұрға салған еді. Ойында бір түйір арамдығы жоқ. Балнұр торға өзі ойлағаннан да оңай түсті. Арада бір ай өтті. Сол кездесуден кейін жан сезім Балнұрға мүлде хабарласпады. Ел жұрттан есту бойынша көлік мініп алыпты. Шаштараз тұрмақ шаң да жоқ. Сол кезде барып Балнұр өзінің оңбай алданғанын түсінді. Жан сезімді іздеп тауып сөйлеспекке бекінді. Телефоны қанша хабарласса да өшіп тұрады.
Соған қарағанда нөмірін өзгертіп тастаған болу керек. Айтып бетіп сыныптастарынан сұрап жүріп Балнұр Жансезімді тауып алды. Кафеде емін-еркін тамақ ішіп отыр екен. Жансезім деп айғайлады Балнұр. Осындай адамдардың тамақтарына ас қалай өтеді екен? Жансезім селт етпеді. Балнұрды көрсе де көрмеген болып отыра берді. Жансезім, бұның не сенің, деді. Балнұр ашудан қалшылдап. Балнұр, саған не болды? Деді Жансезім сабырлы үнмен. Не болды дегенің қалай? Кредит алғызып қашып жүрсің. Миллион теңгені бір ай бұрын қолыңа шытырлатып санап бердім ғой. Өзім төлеймін деп ант су ішкенің қайда, деді Балнұр жыламсырап. Жансезім иығын қоқаң еткізді. Не айтып тұрғаныңды білмеймін. Есіңнен адасып қалғансың ба? Қайдағы миллион теңге, қайдағы кредит? Деді сосын. Жансезім Балнұрдың қалтасына диктофонды аңғарып қалған еді. Не? Құдайдан қорықсаңшы. Маған миллион теңге алғызып, шаштараз ашам демеп бедің? Деді Балнұр қыстығып. Балнұр, сен не деп тұрсың өзі? Сені түсінбедім, деп Жансезім кетуге ыңғайланды. Балнұр құрбым деп құлай сенген адамынан сатқындық көргенін түсінді. Мен қалай төлеймін? Өзіңде білесің ғой, күйеуімнен жасырып, осы ақшаны саған алып бердім. Мен бір тиын да таппаймын. Бәрін білесің ғой, Жансезім. Неге маған бұлай істедің, деп екі аяғынан әл кетіп жерге отырып қалды. Балнұр ақылы бөлімде оқитындықтан шәкіртақы алмайды. Басына таяқ боп тиген соң кредит туралы бәрін оқи бастады. Сөйтсе, бұл миллион үстіне миллион қосып қайтаратын пайызы өте жоғары банкке ұрыныпты. Бәсе, қалайша миллионды тез ұстата салды деп еді. Пайызы жоғары болғандықтан бұның жұмысы бар ма, жоқ па, зейнетақысында ақша бар ма, жоқ па, тексермей бере салған екен. Оңбағандар, халықты осылай қанаған банкке айтарға басқа сөз таппады. Банкті қойшы, Жансезімді айтсаңшы. Ақшаға бола құрбысын, балалық шағын, жарты өмірін сатып кетті. Сенген адамы ғой, терсін жамылған қасқыр болып шыққаны Балнұрдың жанына қатты батты. Қанша оқтаса да арманға бос сұмдықты айта алмады, іштен тынуды ұйғарды. Телефонын ауыстырып банкке берген нөмірді парша-парша етіп сындырды. Төлемейді, төлей алмайды. Балнұр банктен ғана емес, өзінен де қаша бастады. Өзінен қашқан адам жанына ешкімді жолатпайды. Арман әйелінің өзгере бастағанын сезді. Балнұр соңғы кезде нәр татпайтынды шығарды. Күндіз түні ойлайтыны кредит. Қай кезде бас салып алып кетер екен? Түрме? Темірторды елестетудің өзі қорқынышты. Бұл кредитін төлемегені үшін түрмеге түсем деп ойлады. Одан да бостандықта осылай жүре тұрсын. Теледидардың кредит деген сөзді естігенде жүрегі зу етіп, өзінің жасырып жүрген құпиясы ашылып қалғандай дірілдейтін болды. Өтіріктің құйрығы бірақ тұтам. Бір күні үйлеріне сау етіп 3 адам кіріп келгенде Балнұр біттім деп төсегіне отырып қалды. Шындықтың беті айқара ашылды. Сәлима көпті көрген сұңғыла кемпір еді. Бөтен адамдардың көзінше келінін тұқыртқан жоқ. Әйеліне шүйліге бастаған ұлын бір ауыз сөзбен тыйып тастап, банктен келгендерге кредит болса төлейді, ештеңе жоқ. Келінім адам өлтірген жоқ, кредит деген не тәйірі деп киіп тастады. Шақырылмаған қонақтар кеткен бойда үйде ауыр атмосфера орнап, Арман мен Сәлима Балнұрды ортаға алды. Балнұр жылап отырып бар шындықты айтып берді. Қарағым-ай, бізге неге айтпадың, деп күйінді Сәлима. Арман ашуға булығып, әйелін сабап тастауға шақ қалды. Енесі болмағанда Балнұрдың күйеуінен таяқ жейтіні анық еді. Енесі келінін өз ұлынан да қорғаштап, әлгіні тап, деді өктем үнмен. Әлгі деп тұрғаны Жансезім еді. Кейде адамның атын да айтуға ауыз бармайды. Есімі жоқ жансыз, құнсыз зат секілді пасық пенделердің азан шақырылып қойған аттарынан садаға кетсін. Жансезім мен Арман осылай танысты. Арман Балнұрды ертіп жүріп, Жансезімді тауып алды. Бұл Жансезім мүлде өзгеше, қорғансыз, кінәсіз әйел болып көрінді. Ішінде қанша бейнесі бар тоба, құдды бір мың құбылған пері дерсің.
Мен оған бір тиын да кредит алдыртқан жоқпын. Ол өзі оқуыма төлейтін ақша таппай жүрмін дегені есімде. Емтиханнан құладым деді-ау. Одан кейін Алла деп айтайын, бір ретте кездескен жоқпыз. Міне, төбеде Құдайым, дастарханда наным тұр. Неге маған өтірік жала жауып тұрғанын білмеймін, деп жылап жіберді Жансезім. Балнұрдың амалы құрыды. Өтірік ойлымыңды доғар, Алланың атын арам аузыңмен былғама, ақшамды қайтар, деп айғайлады Балнұр. Әттең, қолыңда бір түйір дәлелі жоқ. Арман бұл кездесуден кейін кімге сенерін білмей екі ойлы болып қалды. Жансезім, менің жасыратыным жоқ, міне телефоным, бәрін тексерсеңдер болады. Кез келген уақытта хабарласыңдар, деп телефон нөмірін жазып берген. Балнұр тағы да жеңілді. Бірақ бұл жолы күйеуін өз қолмен өзгеге бергелі жатқанын түсінген жоқ. Ашуға ерік беріп, бұлқан талқан болды. Ал Жансезім жылы жымиып, түлкі бұланға салып, Арманды көзімен арбады. Өзінің кінәсіздігін дәлелдей алмаған Балнұр керісінше Арманның күдігіне күдік ұялатты. Арман оңашада Жансезіммен тағы да кездесіп, мән-жайды толық білмек болды. Жансезім екінші кездесуде Арманға толық ашылды. Әйелі күйзелісте жүріп, өзі де қашып кеткен Арман Жансезімнің төсегінен қалай шыққанын өзі де байқамай қалды. Таң атса, оянса, бөтен үйде жатыр. Басы дыңылдап әрең тұрды. Тыр жалаңаш, үстінде лыпа жоқ. Жанында Жансезім жатыр. Жансезім сол кеште Арманның ішіп отырған шайына масайтатын дәрі қосып жіберген еді. Мас еркек алдында тұрған жалаңаш әйелді арыстандай бас салып құмарын қандырған. Арман басын ұстап ұзақ отырды. Үйіне келсе, Балнұр ашуға мініп отыр екен. Қайда болдың? Кімнің үйінде қондың, деп қыспаққа алды күйеуін. Ұрыс керістен әбден мезі болған Арман жауап берместен бөлмесіне кіріп жатып алды. Сол күні жұмысына барған жоқ. Балнұр күні бойы тұнжырап жүрді. Бөлмеге кіріп шыққан сайын жұлқынып, заттарды тарсылдатып кетеді. Арман кеш бата киіне бастады. Қайда барасың, деп сұрады әйелі. Сен жоқ жерге барамын, мейім тыныш жерге, деп айғайлады да Арман сыртқы есікті тарс жауып шығып кетті. Қалада жүріп, кешегі жылы төсегіне қайта келді. Қоңырауды басып еді, әдемі киініп, бет-аузын бояған Жансезім есікті бірден ашты. Қарны шұрылдап барады екен. Жансезім дастарханды жайнатып қойыпты. Құдды біреуді күтіп отырғандай. Қонағың бар ма, деп сұрады Арман. Жоқ, мен күн сайын осылай тамақтанамын, деді Жансезім сыбырлап. Аш еркек қарнын тойдырған соң, Жансезімнің жартылай жалаңаш денесін көзімен ішіп жеді. Жансезімнің қалауы осы еді. Бұл жолы сап-сау күйінде құрбысының күйеуін қойнына қайта кіргізді. Түні бойы төсек ләззатын татқан еркек пен әйел бір сәтте Балнұрдың жағдайын ойлаған жоқ. Жансезімнің жанында бәрі жайлы. Ыстық тамағы мен ыстық құшағы әрдайым дайын. Үнемі күліп қарсы алады, күліп шығарап салады. Артық ауыз сұрақ қоймайды, ештеңе сұрамайды. Әттең, неге ертерек кездеспедік? Менің ақымақ әйелім кредитке басымен кіріп, енді қалай төлеймін деп басын тауға да, тасқа да ұрып жүр. Маған айтпай алғанын қарасаңшы. Не үшін алғанын да айтпайды. Меніңше ол сол ақшаны шешесіне берген сияқты. Басқа не істейді? Екеуміз некеде тұрған соң, көп өтпей оның кредитін мен төлейтін шығармын. Егер Балнұрдың орнында сен болсаң, ешқашан ондайға жол бермес едің. Керісінше, бір тиынымды екі тиын етіп, берекесін келтіріп отырар едің, деп өкінді Арман. Жансезімнің жоспары басқа. Ол Балнұрдан күйеуін де тартып алуды көздеген еді. Сол жолда бәріне төзуге дайын. Балнұр болса, күн өткен сайын өзі батқан балшыққа одан әрі тереңдеп түсе берді. Жан жолдасы өзінен алыстаған сайын бір шикіліктің бар екенін сезетін. Сөйтетін де Арманның үйіне келген уақытта қабағын қарс түйіп алып, сөйлемей қоятын. Арман мен Балнұрдың шаңырақтары шайқалуға жақын еді. Тек арада екі тосқауыл бар. Бірі Салима кемпір болса, екіншісі бала. Осы екеуі ғана босағасы бекімеген жас отбасыны ұстап тұр. Қатты жел соққанда майысса да,
құламай тұрған шыбық тәрізді, бұлардың шаңырағы да тек осы екі себепті сылтау етіп ыдырамай тұр. Бір күні Арман жұмыстан ертерек шығып, жан сезімге айтпай тосын сый болып баруды ұйғарды. Есік ашық екен. Арманды көрген жан сезімнің көзі шарасынан шығып кете жаздап, орта жолда тұрып қалды. Өйткені үйде тағы бір құрбыны бар еді. Бейтаныс еркек жуынатын бөлмеден шығып қалғанда бәрі түсінікті болды. Арман шалт бұрылып шығып кетті. Үйіне қарай аяңдады. Ақ некелі жарын қайдағы бір әйелге айырбастап жібергені үшін өзін кешіре алар ма екен? Үйіне келсе, Балнұр күндегідей түнеріп отыр екен, бірақ ұйықтамаған. Арман жан сезімге арнап алған гүлін әйеліне ұсынып, «Жаным, мені күтіп отырсың ба?» деп бетінен сүйді. Қаншама ай бойы бір-бірімен жақындаспаған ерлі-зайыпты құшақтасуды да ұмытып қалған тәрізді еді. Балнұр жадырап сала берді. Сосын ебіл-себіл болып жылады. Бір шоқ гүл, жаным деген бір ауыз сөз, бір ғана көңіл арадағы бүкіл ренішті жуып шайып кеткендей еді. Сол түні Арман мен Балнұр ұзақ сырласты. Кредиттен қалай құтылуға болатындарын ақылдасты. Болашаққа жоспар құрды. Балалары туралы сөйлесті. Ерлі-зайыптылар бір-бірімен қайта танысып жатқандай. Балнұр, кредитті жан сезімге арнап алғанымды қалай дәлелдерімді білмеймін деп бастай беріп еді. Арман, дәлелдеудің қажет жоқ, мен саған сендім. Енді ол қызға жақындама деп әйелінің ернін саусағымен жапты. Үндеме дегені. Балнұр одан әрі үндемеді. Арман келесі күннен бастап әйелінің атындағы кредитті төлей бастады. Әр тиынын құйған сайын іші удай ашеді. Ал Балнұр екі есе өкініп бармағын тістейді. Осылайша күн артына күн солдап өте берді. Әр кредит төлеген сайын садақаға деп ниет ететін болды Арман. Басқалай өзін жұбата алмайды. Қанша жақсы тапса да миллион деген оңай ақша емес. Жалақысының жартысынан көбі кредитке кетіп жатты. Арман кредитті барынша тез жауып тастауға тырысты. Ел құлағы елу. Жансезім жоғалып кетіпті деген хабар желдей есіп қалаға да далаға да тез тарады. Жалдамалы пәтері ашық күйінде қалыпты. Көлігі де есік алдында қаңтарылып тұр. Ал жансезім үшті күйлі жоқ. Полиция жансезімді жан жақтан іздей бастады. Бірақ әйелді көрдім білдім деген тірі жан табылмады. Балнұр басында өзіне сол керек деп табалағанымен келе-келе дүние қоңыздықпен істеген сатқындығынан іштей кешіріп құрбысы үшін алаңдай бастады. 10 шақты күннен кейін хабар келді. Ешкім жоқ ен даладан жан сезімнің жансыз денесі табылыпты. Әбден азапталған, қорланған әйелдің үсті басында сау тамтық жер жоқ дейді көргендер. Балнұр жылап жіберді. Арман болса көп асқанға бір тосқауыл болатынын білетін. Бірақ өмірімен жауап беретіндей не істеп қойды екен деген сұраққа жауап таба алмады. Демек, сондай өлімге лайық болғаны. Асылы Алла әділетті. Арман мен Балнұр бұрынғыдай тату-тәтті өмірлерін қайта бастады. Бұл жолы Арман әйелінен бір сырды жасыруға мәжбүр. Ол жансезіммен ойнастық жасағаны еді. Бұл құпияны ешқашан ешкімге аша алмайды. Күйеуі мен әйелі бір шаңырақ астында тұрса да, әркімнің жүрегіне жасырынған құпиясы болады. Өйткені әр адам әртүрлі, бірақ бір шындық анық, ол сенім. Сенім барда махаббат бар, махаббат барда отбасы да бар.